Бәріңе сәлем достар. Осылай дымыс істегің келмей сотқа шығып жатқан кезде бала деген саған жұмыс тауып береді ғой. Яғни менің 1,5 жастағы балам алдында ауырып больницаға түсіп қалғаннан кейін горшокқа айтуды қойды. Содан кейін таңертең және түсте ұйқыдан тұрған кезде ғана, осылай тосқан кезде ғана сиіп алатын. Ал енді маған жұмыс тауып беріп, бір кезде сотқа шығып жатсам, жылап тұр, сөйтіп келіп қарап қалсам, ойбай дедім, мына жерде паласқа тышқан, полға тышқан, соны басып жылап тұр ғой, ойбай дедім да, оны тез жуып тастадым. Одан кейін жуылған кірлер де мені күтіп тұр, мені бүктеші деп, оларды бүктеп барлығын, ұлымдікін бөлек, күйеуімдікін бөлек, өзімдікін бөлек бүктеп жинастырып алдым да, сосын оларды полкаларына апарып салып қойдым. Одан кейін кірлер де мені күтіп тұр екен, мені жушы деп, ол жуып болғаннан кейін ол осылай жайшы деп тұр ғой. Соны жайып тастадым. Одан кейін мына жерде ыдыстар да тұр ғой, мені жушы деп, оларды да тағы тез осылай жуып тастадым 6 секундта. Одан кейін осындай посылка келген Coral Club'тан енеме. Оның посылкасына распаковка жасап тастадым. Содан не керек, бағанағы жаңа дымыс істегім келмей жатқан адаммын ғой. Бүткіл тірлікті үйдегі бәрін істеп кеттім. Бірінші өзім бөлмемнен бастап жинайын деп қой деп төсегімді жинадым. Осы бөлмемді пылесостадым, шаңын сүрттім, әйтеуір полын сүрттім, сөйтіп уф деп бітірдім осы біздің бөлмені. Бөлмені жинап болғаннан кейін мынау после деген видео, яғни мына жерде жастықтар не істеп жатыр, мынау не зат дейтін болсаңыздар, мына жерде бізде спальныйдың мынандай қуысы бар ғой, бір рет баламыз осы жерден аунап кетіп құлап кеткен, масқара болып қалған сол кезде. Сосын осылай жастықтарды пакетке салып осындай қуысына тығып қойдық. Сөйтіп қазір осылай ұйықтап жүрміз енді. Ал енді шаршамаймыз деп осылай енем бөлмесіне келдім. Сөйтсем мына жерде шашылып жатқан заттардың бәрін жинап жібердім. Содан кейін пылесостадым, одан соң шаңын сүрттім, полын сүрттім деген сияқты ғой. Мен балам жағаласып жүреді қасымда постоянно. Содан соң залға келдім. Зал осындай біздің баламыздың ойнайтын жері, яғни детский деп қояды дейма. Сол осылай ойыншықтардың барлығын тез жинастырып тастадым. Содан соң пылесостадым, полын сүрттім, шаңын сүрттім деген сияқты. Ал енді мынау біздің ортамыз, коридорымыз, яғни ортада морозильник тұрады, сөйтіп жүре берген кезде, мына жерде баламның коляскасы мен велосипеді тұрады есік алдында. Сосын мына жерде біздің үйде бір 10-15 адам тұратын сияқты аяқпен бері үйіліп жатыр екен, олардың бәрін жинадым. Сіздер ғой, әйелдердің бәрі робот емес қой, осылай шаршап кеттім да, келіп отырып кухнямда алма жеп отырдым да, күш-қуат береді ғой маған деп. Содан кейін мына нелеріме қарап отырмын, кухонный гарнитурдың төбесінде осылай үйіліп тұр екен, сосын андай до потолка деген гарнитурды армандап отырмын да. Мына қарасаңыздаршы, менің бүткіл дүнияларым үйіліп тұр ғой, кухняма не керектің бәрі бар ғой, тфей деп қояды дейма.